Саламатсыздар ма? Менің есімім Ризвангүл. Осы Алматы қаласының тұрғынымын. Алматы қаласында тұрып жатқанымызға уже 12 жылдан уақыт өтті. 4 балам бар, 4 баланың анасымын. Үлкен қызым қасымда отырған Шырын, 4-ші сыныпта оқиды. Және де бір қызым бар, Айзере, балабақшаға барады. Және 2 жасар ұлым бар, Мүслим, ол үйде өзіммен бірге. Өзім қазір үйдемін қазіргі таңда. Және кішкентай ұлым 6 айлық, Дияр. Менде Шырынға бізде гемоглобині төмен болды Шырында, және мұрыны жиі қанайтын еді дорамаринге дейін. Одан кейін мен жаңағы екінші қызымда тоже аппетиті болмайтын тамаққа, ұлымда да тоже көп ауырып қалатынбыз, тұмау болып, болатын нәрсе ғой, тамағы жиі ауыратын, көбіне мұрындарынан су ағып, сондай болатын бізде. Шырын енді мектепке барған кезде көбіне ауырып келетін еді. Мысалы, бір ай емделсек, бір айда тағы ауырады. Сосын антибиотик көп ішетінбіз сол уақыттарда. Мұрны жиі қанайтын. Содан кейін жаңа дорамарин өнімін мен басында өзімнің ешқандай танысым, ешкім маған айтпаған, өзім инстаграмнан көретін жаңа енді әншілер береді балаларына, сол рекламаларды көріп, сөйтіп қарайтым. Сосын өзім хабарластым осы дорамарин орталығына, сұрадым басында қалай не болатын. Сосын маған өзі ұнағаннан кейін жаңа өнімнің нелерін, сосын жарайды, балалардан еш нәрсе артық емес қой енді. Сосын өзім осы дорамарин өніміне хабарласып, бірінші рет мен 4 банкаға ғана заказ беріп көрдім. Балдарға қалай болады, іше ма, ұнай ма, ұнамай ма. Сосын 4 банкаға заказ бердім, сразу әкеп берді, сол күні курьер заказ берген күні. Балаларыма бердім, бірақ өте қатты ұнады енді дәмі. Бірінші кезекте қайта сұрай беретін, мен айтам, ол болмайды, оның несімен өзінің дозасымен солай беру керек. Сөйтіп бізге уже басында результаты жаңағыдай ішкеннен кейін, прям енді бір сразу емес, бір айдан кейін уже біліне бастады, балалардың тамаққа аппетиті жақсарды. Сосын жаңа Шырында бізде 98 болатын гемоглобині. Сосын біз гемоглобин тексертіп көрдім өзім енді. Шынымен де жаңа гемоглобин көтереді деген результаты бар жоғын тексеру үшін бардық. Гемоглобині 122 болды, көтерілді. Уже маған шыны керек результат бере бастады. Уже балаларым өтірік айтпасам, енді бір қыс почти ауырмады балалар. Бір қыс ауырмады. Жақсы антибиотиксіз ештеңкесіз шықтық. Енді одан кейін өзіме ұнай бастағаннан кейін өзіме ыңғайлы уақытында, қай уақытта маған ыңғайлы болды, жаңа осындай мезгілдерде, көктем, күз, сол уақыттарда заказ беріп, өзім осы балаларыма қолданып жүрмін әлі күнге дейін. Және де жаңа кішкентай ұлым Диярға мен туыла салып, 2 айдан бастап мен өзім бердім. Жаңа менде балаларымда тістері өте кеш шығатынына үшеуінен де. Ол кезде мен бұларға кішкентай кезінде берген жоқпын дорамарин. Жаңа Диярға 2 айынан бастап бердім дорамаринді. Тісі ода уже 3,5 айдан бастап шыға бастады 2 тісі. Бірақ жаңағыда енді көз тимесін, антибиотиксіз, ештеңкесіз тісі жақсы шығып, солай жеңіл өтті бізде бәрі. Дорамарин ұжымына үлкен рахметімді айтамын. Осындай біздің Қазақстанымызда осындай дорамарин өнімі болғанына, балаларымызға осындай әрқашанда осындай табиғи өнімдерді ұсынып, балаларымыз осындай табиғи өнімдермен әрқашанда өздерін денсаулықтары жақсы болсын. Сіздерге үлкен рахметімді айтамын.